Сәлеметсіздер ме, қымбатты көрермендер? Қайта қауыштық. Мен Гүлназ, дәрігер. Бұл өте маңызды әрі практикалық тақырып. Бүгін біз жатырды сауыстайтын 8 тағам туралы сөйлесеміз. Алдыңғы видеоларда біз жатыр аурулары туралы көп айттық. Миома, эндометриоз, жатыр түсуі, қатерлі ісіктер. Көп әйел осыдан зардап шегеді. Бүгін мен сіздерге басқа жақтан қарап көреміз. Қалай жатырды сауыстауға болады? Қалай ауруларды болдырмауға болады? Жауап тамақтануда. Көп жағдайда біз не жейміз, солай боламыз. Алла тағала табиғатта көп пайдалы өнім берген. Олар жатырды күн сайын қолдайды. Гормондарды тұрақтандырады, қабынуды басады. Жатыр клеткаларын қартаюдан қорғайды. Қатерлі ісік қаупін азайтады. Көп әпке апа, мен дұрыс тамақтанамын дейді, бірақ дұрыс емес. Дұрыс тамақтану нақты тізім, нақты өнімдер, нақты мөлшер және нақты ережелер. Бүгінгі видеоны бастан аяқ көріңіздер. Әр өнімді жан-жақты түсіндіремін. Не үшін пайдалы екенін, қалай жеу керектігін, қанша жеу керектігін айтамын. Соңында апталық тамақтану жоспарын береміз. Алдымен бір нәрсе айтайын. Жатыр әйел денсаулығының бір бөлігі. Ол басқа мүшелерге, гормондарға, бүкіл денеге тығыз байланысты. Сондықтан жатырды сауыстайтын өнімдер басқа мүшелерге де пайдалы. Сүт бездеріне, аналық бездерге, гормондарға, жалпы әйел денсаулығына. Және тамақтану жалғыз тәсіл емес. Дұрыс өмір салты керек. Қозғалыс, ұйқы, стрессті басу, темекіні тастау. Барлығы бірге. Бірақ тамақтану ең қарапайым әрі ең тиімді әдіс. Күн сайын жасайтын нәрсе. Сондықтан бастаймыз тамақтанудан. Жасы үлкен әпке апаларға ерекше ескерту. Менопаузадан кейін де осы өнімдер маңызды. Жатыр болса, кесілмеген болса, оны сауыстау керек. Жатыр кесілсе де басқа мүшелер бар. Аналық бездер, сүт бездері. Олар да эстрогенге сезімтал. Осы өнімдер бәріне пайдалы. Енді 8 ең пайдалы өнімге көшейік. Бірінші өнім крестгүлді көкөністер. Бұл мынандай тағамдар тобы. Брокколи, цветной орамжапырақ, ақ орамжапырақ, брюссель орамжапырағы, кальраби, кейс, бір отбасылық. Бұл өнімдер не үшін жатырға таңғажайып? Біріншіден, оларда индалекс 3 карбинол деген зат бар. Ерекше зат. Бұл табиғи құрал. Артық эстрогенді денеден шығарады. Гормон тепе-теңдігін қалпына келтіреді. Көп әйел артық эстрогеннен зардап шегеді. Себебі қазіргі заманда эстрогенге ұқсас заттар көп. Пластикте, парфюмерияда, кейбір тағамдарда. Ағзада көбейіп кетеді. Жатыр миомасы, эндометриоз пайда болады. Кейде сүт безі қатерлі ісігі. Крестгүлді көкөністер артық эстрогенді шығарады, тазалайды, гормондар қалпына келеді. Екіншіден, сульфорафан деген зат. Бұл қатерлі ісікке қарсы күшті құрал. Әсіресе брокколиде көп. Ғалымдар көп зерттеу жасады. Сульфорафан жатыр қатерлі ісігі мен сүт безі қатерлі ісігінің қаупін айтарлықтай азайтады. Үшіншіден, талшықтар. Жатырды тазалайды, ішекті жұмыс істетеді, артық гормондарды денеден шығарады. Төртіншіден, антиоксиданттар. Жатыр клеткаларын қартаюдан қорғайды. Бесіншіден, витаминдер мен минералдар. Витамин С, К, фолий қышқылы, кальций, темір. Қалай жеу керек? Брокколи ең күшті. Аптасына кем дегенде 3-4 рет. Бір порциясы бір шынаяқ. Қалай дайындау керек? Шікі, салат күйінде. Бірақ көп әйелге дәмі ұнамайды. Бумен пісіру ең жақсысы. Жайлап. Тым ұзақ пісіру пайдалы заттар жоғалады. 3-5 минут жеткілікті. Орамжапырақ. Қазақ халқының тағамы. Көп жеп жүрміз. Шікі салат, ботқа, плов. Қыста тұздалған орамжапырақ. Бұл өте жақсы. Ферментацияланған тағам. Цветной орамжапырақ. Пісіріп жеу, тұздықпен, қуырмау. Брюссель орамжапырағы. Бумен пісіру. Дәмді әрі пайдалы. Кеңес. Әр күнде бір крестгүлді көкөніс. Тарелкаңыздың ширегі осы көкөніс. Жасы үлкен әпке апаларға пісірілген түрінде ыңғайлы. Ас қорыту жүйесіне жеңіл. Тағы бір нәрсе, кейбір дәрі-дәрмек ішетіндерге крестгүлді көкөністер абайлап. Әсіресе қалқанша без дәрісі. Гинекологпен кеңесіңіз. Екінші өнім лен дәні. Бұл жатырға арналған құпия дәрі. Көп әйел осы туралы білмейді, бірақ таңғажайып күші бар. Лен дәні не үшін жатырға пайдалы? Біріншіден, фитоэстрогендер. Лен дәнінде лигнандар деген зат бар. Бұл табиғи өсімдік эстрогендері. Қалай жұмыс істейді? Қызық жағдай.
Олар эстроген рецепторларына байланады, бірақ артық эстрогенді ығыстырады. Эстроген тым көп болса, лен дәні оны азайтады. Эстроген аз болса, менопаузадан кейін, лен дәні оны толтырады. Сонымен, лен дәні гормондарды тұрақтандырады, ауытқуларды реттейді. Екіншіден, омега-3 қышқылдар. Балықта көп омега-3 бар, лен дәнінде де. Балық жей алмайтын әпке апаларға лен дәні балама. Омега-3 қабынуды басады, жатыр клеткаларын қорғайды, қатерлі ісіктен сақтайды. Үшіншіден, талшықтар, тазалайды, шекті жұмыс істетеді. Төртіншіден, артық эстрогенді шығарады. Жатыр миомасы эндометриоз қаупін азайтады. Бесіншіден, сүт безі қатерлі ісігі қаупін айтарлықша азайтады. Ғалымдар дәлелдеді. Қалай қолдану керек? Күніне 1-2 ас қасық лен дәні жеткілікті. Қалай дайындау керек? Бұл өте маңызды. Бүтін лен дәнін жесеңіз, ас қорыту жүйесі оны өңдемейді, денеден шығып кетеді. Сондықтан ұнтақтап жеу керек. Кофе ұнтағышында ұнтақтайсыз, аз ғана уақытта. Дайын ұнтақты салқын жерде сақтау, жарықтан, ауадан қорғау, тез бұзылады. Жақсырақ әр күн қажет мөлшерін ұнтақтау. Жаңа ұнтақ ең пайдалы. Қайда қосуға болады? Сұлы ботқасына таңертең, 1 ас қасық таңғажайып, кефирге, айранға, кешке, тыныштандырушы әсер, йогуртке, сорпаға, салатқа, үй жасаған нанға, қамырға қосу. Мүмкін болса, лен майы. Бұл лен дәнінен жасалған май, әсіресе пайдалы, бірақ қыздырмау, тек тұздыққа, салатқа қосу. Тағы бір нәрсе, лен дәнінен бірге көп су ішу керек. Талшықтар суды сіңіреді. Су жетіспесе, іш қату. Жасы үлкен әпке апаларға лен дәні әсіресе пайдалы. Менопаузадан кейінгі гормон тепе-теңдігі үшін ыстық толқығындарды азайтады. Үшінші өнім – балық. Әсіресе майлы балық. Семга, лосось, скумбрия, сардин, сельдь, форель. Балық не үшін жатырға маңызды? Біріншіден, омега-3. Жатырда қабынуды басады. Жатыр клеткаларын қорғайды. Эндометриоз қаупін азайтады. Зерттеулер көрсетті, балық жейтін әйелдерде эндометриоз сирек кездеседі. Жатыр миомасы да аз. Бұл өте маңызды факт. Екіншіден, витамин D. Көп әйелде витамин D жетіспейді. Әсіресе біздің елде күн аз. Балық витамин D көзі. Витамин D жатыр үшін ерекше. Витамин D деңгейі төмен әйелдерде миома қаупі 2 есе көп. Сондай-ақ менопаузадан кейін остеопороз, сүйектерді әлсірететін ауру. Үшіншіден, селен. Балықта селен көп. Селен антиоксидант. Жатыр клеткаларын қартаюдан қорғайды. Төртіншіден, йод. Әсіресе теңіз балықта. Йод қалқанша без үшін керек. Қалқанша без әйел гормондарына тікелей әсер етеді. Бесіншіден, сапалы ақуыз. Денеге қажет амин қышқылдар. Қалай жеу керек? Аптасына кем дегенде 2-3 рет балық жеу. Бір порция 100-200 грамм. Қандай балық таңдау керек? Майлы балық ең пайдалы. Семга, лосось, қымбат, бірақ ең жақсы. Скумбрия, сельдь, арзан, бірақ та өте пайдалы. Біздің елде сазан, сақала балық, олар да жақсы. Тек өзен балықтары омега-3 азырақ. Теңіз балығы омега-3 көп. Қалай дайындау керек? Бумен пісіру ең жақсысы. Пайдалы заттар сақталады. Духовкада пісіру өте жақсы. Лимон, шамалы зайтын майы, жасыл жайма қосу. Қайнатылған сорпа ыстық тағам ретінде. Грильге тез қуыру. Қуыру жоқ, көп майы бар. Май қыздырылса зиян болады. Тұздалған, копченый балық азайту. Тұз көп. Балық майы, балық жей алмайтындарға. Күнделікті 1 қасық, бірақ нағыз балық жақсырақ. Жасы үлкен әпке апаларға балықты міндетті түрде жеу керек. Сүйектерге, бауырға, жүрекке, мида барлығына пайдалы. Аптада 2-3 рет. Төртінші өнім – анар. Анар табиғаттың сыйлығы, әсіресе әйелдер үшін. Анар жатырға қалай көмектеседі? Біріншіден, антиоксиданттарға өте бай. Полифенолдар, пуниколаген. Бұл қатерлі ісікке қарсы заттар. Әсіресе сүт безі қатерлі ісігі мен жатыр қатерлі ісігі. Зерттеулер таңғажайып. Анар шырыны жейтін әйелдерде гормонға тәуелді қатерлі ісіктер сирек кездеседі. Алдын ала ісік жасушалары да баяу өседі. Екіншіден, эстроген тепе-теңдігін қалпына келтіреді. Анарда фитоэстрогендер бар, бірақ ерекше. Артық эстрогенді азайтады,
аз болса толтырады. Үшіншіден, қан түзеді. Темір көп, гемоглобинді көтереді. Көп әйелде анемия, анар көмектеседі. Төртіншіден, жатырдағы қан айналымын жақсартады. Жатыр клеткаларына көп оттегі мен қоректік заттар келеді. Бесіншіден, қабынуды басады. Жатырда қабыну болса азайтады. Алтыншыдан, гормон деңгейлерін реттейді. Әсіресе менопаузадан кейінгі әйелдерге. Қалай қолдану керек? Жаңа анар ең жақсысы. Күз бен қыста маусымды, жеміс ретінде жеу. Анар шырыны күніне жарты стакан жеткілікті, бірақ табиғи болуы керек. Дүкеннен сатылатын анар шырындары көбіне қантпен араласқан. Үй жасаған шырын ең жақсы. Қалай жасайды? Анардың дәнін шырынды дайындайтын аппаратпен сығу, немесе блендерде ұнтақтап, сосын сүзу. Жаңа сығылған анар шырыны 15 минут ішінде ішу керек, әйтпесе пайдалы заттар жоғалады. Қашан ішу керек? Тамаққа дейін, аш қарынға, жақсырақ таңертең. Кофесі бар таңғы тамақтың орнына. Қанша ішу керек? Күніне жарты стакан, кей кезде 1 стакан, бірақ көп ішпеу тістерге зиян. Қышқыл. Ішкеннен кейін аузыңызды шаймаңыз, тістерге зиян. Анар асықпай жеу, дәндерді шайнау. Дәндердің ішінде де пайдалы заттар көп. Жасы үлкен әпке апаларға анар әсіресе пайдалы. Қатерлі ісік профилактикасы үшін, гемоглобинді көтеру үшін, жалпы әйел денсаулығын қолдау үшін. Бесінші өнім – авокадо. Бұл экзотикалық жеміс. Қазір біздің базарларда да табыла береді. Қымбатша, бірақ пайдалы. Авокадо неге жатырға пайдалы? Біріншіден, сапалы майлар. Авокадода олеин қышқылы көп. Бұл жүрекке де гормондарға да пайдалы май. Гормондар майдан жасалады. Эстроген, прогестерон, тестостерон бәрі майдан. Сапалы май жеген әйелде гормондар тұрақты. Екіншіден, фолий қышқылы. Жатыр клеткаларының жанарушылығын реттейді. Жүкті болғысы келетін әйелдерге өте маңызды. Үшіншіден, витамин Е, антиоксидант, жатыр клеткаларын қорғайды. Төртіншіден, калий, етеккір кезіндегі су жинауды азайтады. Бесіншіден, талшықтар, гормондарды тұрақтандырады. Қалай жеу керек? Авокадо пісіп жұмсақ кезінде дайын. Қатты болса, бірнеше күн көзге көрінбейтін жерде сақтап, пісуін күту керек. Қабығын аршу, дәнін алу, жұмсақ жасыл етті пайдалану. Қалай қолдану керек? Бутерброд тұтас бидай нанына авокадо жағу, тоз, лимон, помидор қосу. Таңғы тамақ. Гуакамоле, авокадо, сарымсақ, лимон, петрушка, тоз. Блендерде ұнтақтау. Дайын тұздық. Салатқа кесіп қосу. Көк салатпен, помидормен. Сорпада тұздық ретінде. Қанша жеу керек? Аптасына 2-3 авокадо. Бір күнде жарты бір авокадо. Авокадо қымбат, бірақ басқа да май көздер бар. Зәйтүн майы, жаңғақ, тұқымдар. Авокадоны сирек жесеңізде, қалғандарын күнделікті. Алтыншы өнім – жасыл жапырақты көкөністер. Шпинат, көк жайма, көк бұршақ, петрушка, көк пияз, орегано, дил, сельдерей. Жасыл жапырақты көкөністер жатырға қалай пайдалы? Біріншіден, фолий қышқылы. Жатырдағы жасушалардың дұрыс бөлінуіне керек. Әсіресе жүкті болуға дайындалғанда фолий қышқылы өте маңызды. Екіншіден, темір. Жасыл көкөністерде көбір. Етеккір кезінде қан жоғалуын қалпына келтіруге көмектеседі. Үшіншіден, кальций. Жатыр бұлшық етіне керек. Жатыр ол да бұлшық ет. Бала туу кезінде қысқаратын бұлшық ет. Кальций оның жұмысына керек. Төртіншіден, магний. Етеккір ауруларын азайтады. Жатыр бұлшық етін босатады. Бесіншіден, витамин К. Қан тоқтатуға қажет. Тым көп қан кетуден қорғайды. Алтыншыдан, антиоксиданттар. Жатыр клеткаларын қорғайды. Жетіншіден, талшықтар. Артық гормондарды денеден шығарады. Қалай жеу керек? Күн сайын кем дегенде 1 тарелка жасыл жайма. Көп болса, одан да жақсы. Шикі салат күйінде, зәйтүн майымен, лимонмен, тұз аз. Көк салатқа қандай көкөністер? Көк бұршақ, шпинат, петрушка, дил, сельдерей жапырақтары, көк пияз, жасыл бұрыш. Бумен пісірілген қыста көк жасыл табу қиын болса, замораживание де болады. Сорпада сомында қосу, қайнатпау. Көк жасылдары тек жылыту. Жасы үлкен әпке апаларға жасыл жайма жеу аз. Себебі дағдылы емес, бірақ үйрену керек. Көк жасылды майдалап, сорпаға, ботқаға қосу. Жайлап-жайлап үйренесіз. Шпинат ерекше пайдалы. Аптасына кем дегенде 2 рет. Шикі салат, пісірілген омлет, сорпа, плов. Жетінші өнім – жидеттер.
Қарақат, таңқурай, көкжидек, құрқыш жидек, көке жидек. Жидектер жатырға қалай пайдалы? Біріншіден, антиоксиданттарға өте бай, жасушаларды қорғайды. Әсіресе көкжидек антиоксидант рекордшысы. Екіншіден, антоциандар, қызыл көк түсті жидектердегі заттар, қатерлі ісікке қарсы, қабынуға қарсы. Үшіншіден, талшықтар. Төртіншіден, витамин С, иммунитетті көтереді, жатыр инфекцияларынан қорғайды. Бесіншіден, фолий қышқылы. Алтыншыдан, эллак қышқылы, таңқурайда. Қатерлі ісікке қарсы күшті құрал. Қалай жеу керек? Маусымдық, жазда. Жаңа жидектерді жеп қалу, күніне бір уыс. Қыста мұздатылған жидектер, қасиеттері сақталады. Йогуртке, сұлы ботқасына қосу. Кептірілген жидектер де жақсы, бірақ қант қосылмаған. Үй жасаған джем, қантты аз қосу, сосын шайға қосу. Жидектерден шай. Кептірілген жидектер мен жапырақтарды қайнаған суға салу. Бал қосу. Көке жидек шырыны, әсіресе цистит қаупі бар әпке апаларға. Жатыр несеп жолы инфекцияларынан сақтайды. Қанша жеу керек? Күніне бір уыс жеткілікті. Аптасына әртүрлі жидектерден. 8-ші өнім, жаңғақтар мен тұқымдар. Грек жаңғағы, бадам, фисташка, кешью, Бразилия жаңғағы. Тыққабат тұқымы, күнбағыс тұқымы, чия тұқымы. Жаңғақ пен тұқымдар жатырға қалай пайдалы? Біріншіден, сапалы майлар, гормондарды жасайды. Екіншіден, омега-3, әсіресе грек жаңғағында және чия тұқымында. Үшіншіден, селен, Бразилия жаңғағында. Жатырды қатерлі ісіктен қорғайды. Күніне 2 Бразилия жаңғағы күндік селен мөлшері. Төртіншіден, цинк, тыққабат тұқымында. Жатыр клеткаларын қалпына келтіреді. Бесіншіден, магний, әсіресе бадамда. Етеккір ауруларын азайтады. Алтыншыдан, витамин Е, антиоксидант. Жетіншіден, лигнандар, әсіресе күнжут тұқымында. Фитоэстрогендер. Сегізіншіден, ақуыз, жатыр бұлшық етіне керек. Қалай жеу керек? Күніне бір уыс жаңғақтар, күніне бір ас қасық тұқымдар. Шікі күйінде ең пайдалы. Қуырмау, тұз қоспау. Қашан жеуге болады? Күннің кез келген уақытында, әсіресе таңертең, немесе тамақ арасында, аштықты басатын тағам ретінде. Қандай жаңғақ ең пайдалы әйелдерге? Грек жаңғағы, омега-3 көп, күніне 7-8 жаңғақ. Бадам, магний, кальций, күніне 15-20 бадам. Бразилия жаңғағы, селен, күніне 2 ғана. Тұққабат тұқымы, цинк, фитоэстрогендер, күніне 1 ас қасық. Чия тұқымы, омега-3, күніне 1 ас қасық. Кефирге, ботқаға қосу. Күнжут, лигнандар, күніне 1 шай қасық. Салатқа, нанға қосу. Жасы үлкен әпке апаларға жаңғақ пен тұқымдар әсіресе пайдалы. Сүйектерге, гормондарға, нида. Енді мен сіздерге кейбір қосымша өнімдерді айтайын. Жоғарыдағы 8 негізгі. Бірақ басқа да пайдалы өнімдер бар. Зәйтүн майы, сапалы май, тек тұздыққа. Жұмыртқа, холестерин гормон жасауға керек. Күніне 1-2 жұмыртқа. Куркума, қабынуға қарсы. Алтын сүт. Имбир, қан айналымын жақсартады. Сарымсақ, жатырды инфекциялардан қорғайды. Жасыл шай, антиоксиданттар. Қызылша, жатырға қан айналымын жақсартады. Енді мен сіздерге жатырға зиянды өнімдерді айтайын. Бұл өте маңызды. Сау тағам жесеңіз де, зиянды тағам жесеңіз, нәтиже жоқ. Қандай тағамдардан бас тарту керек? Біріншіден, қызыл ет көп жеу. Әсіресе шошқа еті, сосиска, колбаса. Қызыл етте гормондар, антибиотиктер болуы мүмкін, жатырға зиян. Аптасына 1-2 реттен көп жемеу. Екіншіден, өңделген ет. Колбаса, сосиска, копченый ет. Қатерлі ісік қаупін көтереді. Үшіншіден, өңделген қант барлық жерде. Тортпен, печенье, газдалған сусындар, кәмпит. Қанттың қандағы деңгейін бұзады, гормондарды бұзады. Төртіншіден, ақ ұн өнімдері. Ақ нан, макарон, ақ күріш. Қанттық тұрақсыздыққа әкеледі. Бесіншіден, алкоголь. Бауырды бұзады. Бауыр гормондарды өңдейтін орган. Бауыр бұзылса, гормондар бұзылады. Алтыншыдан, кофе тым көп. Күніне 1-2 кесе жеткілікті. Көп болса, гормондарды бұзады. Жетіншіден, тез дайын тамақ. Гамбургер, чипсы, тоқаш, барлығында химия, гормондарға ұқсас заттар. Сегізіншіден, тез дайын тамақ.
жеміс шырыны, өңделген, жасанды тәттіліктер. 9-дан өсімдік майлары, соя, күнбағыс, рапс, әсіресе қыздырылған, қабыну тудырады. 10-дан ферменттелген тағамдар емес, ал ыстырылған. Кейбір тамақ қосылғыштары. Енді мен сіздерге апталық тамақтану жоспарын беремін, жатырды сауыстау үшін. Дүйсенбі, таңертең. Сұлы ботқасы лен дәнімен, грек жаңғағымен, гранат шырыны. Түскі тамақ. Тауық сорпасы, брокколи бумен пісірілген, жасыл салат. Кешкі тамақ. Пісірілген балық, семга. Шпинат салаты, авокадо. Сейсенбі. Таңертең. Жұмыртқа омлеті шпинатпен, жасыл шай, көк жидек. Түскі тамақ. Сиыр сорпасы, орам жапырақ салаты, қарақұмық. Кешкі тамақ. Тауық духовкада, цветной орам жапырақ, авокадо. Сәрсенбі. Таңертең. Йогурт ленмен, жидектермен, бал, бадам. Түскі тамақ. Балық сорпасы, брюссель орам жапырағы, бұршақ. Кешкі тамақ. Сазан балығы, жасыл салат қабат тұқымымен, қызылша. Бейсенбі. Таңертең. Сұлы ботқасы, анар, лен дәні, жасыл шай. Түскі тамақ. Тауық бөлшегі, қызылша салаты, брокколи. Кешкі тамақ. Пісірілген балық, көк жасыл салат, авокадо. Жұма. Таңертең. Бутерброд авокадомен, көк жасылмен, жұмыртқамен. Түскі тамақ. Сорпа, шпинат бумен, қарақұмық. Кешкі тамақ. Сазан балық, орам жапырақ салаты, жасыл шай. Сенбі. Таңертең. Жидек жаңғақ йогурт, лен дәні. Түскі тамақ. Сиыр сорпасы, брюссель орам жапырағы, орам жапырақ. Кешкі тамақ. Тауық тыққабатпен, жасыл салат. Жексенбі. Таңертең. Омлет жасыл жаймамен, анар, бал. Түскі тамақ. Балық сорпасы, брокколи, бұршақ. Кешкі тамақ. Сазан балығы, жасыл салат. Авокадо. Күн сайын анар шырыны таңертең, күніне жарты стакан. Күн сайын лен дәні бір ас қашық. Күн сайын бір уыс жаңғақ. Маңызды кеңестер. Бірінші. Тұрақтылық. Бір күн дұрыс тамақтану пайда жоқ. Күн сайын, аптадан аптаға, айдан айға. Бір айдан кейін алғашқы өзгерістер. 3 айдан кейін анық. 6 ай басқа адам. Екінші. Біртіндеп. Бір күнде барлық тамағыңызды өзгерте алмайсыз. Бір аптада бір өнімді қосу. Жайлап ауыстыру. Үшінші. Отбасыңызбен бірге. Бір өзіңіз дұрыс тамақтансаңыз қиын. Бүкіл отбасы оңай. Балаларыңызды да үйретіңіздер. Төртінші. Маусымдылық. Жазда жаңа жемістер, көкөністер. Қыста мұздатылған, кептірілген. Маусымдылық табиғи. Бесінші. Сапаны таңдау. Қымбат емес болуы керек, бірақ сапалы. Базардан, ауылдан, таныстан. Алтыншы. Су ішу. Күніне 6-8 стакан таза су. Талшықтармен бірге өте маңызды. Жетінші. Қозғалыс. Тамақтану жартысы. Қозғалыс екінші жартысы. Күн сайын жаяу жүру. Сегізіншіден. Темекіні мүлдем тастаңыз. Темекі жатырды бұзады. Алкогольді азайту. Тоғызыншыдан. Стрессті басу. Стресс гормондарды бұзады. Сонда тамақтану да аз көмектеседі. Оныншыдан. Жыл сайын гинекологқа. Ультрадыбыс жасатамыз. Жатыр жағдайын бақылау. Енді кейбір өмірлік мысалдар. Бір апа келді, 45 жасында. Жатыр миомасы кішкене. Дәрігер бақылауды ұсынды. Әпке, менде еш нәрсе істемеймін бе, дейді. Айттым, тамақтануыңызды өзгертіңіз. Лен дәні күнделікті. Брокколи аптасына 3-4 рет. Балық, анар, темекіні тастау, алкогольді тоқтату. Бір жыл өткен соң миома өсуі тоқтады. Сондай-ақ әпке өзін жақсы сезінеді. Энергия қайтты, көңіл-күйі көтерілді. Менопаузаға дайын. Тағы бір мысал. Жас әйел 30 жасында. Эндометриоз, қатты аурулар, жүкті бола алмайды. Тамақтануды өзгертті, қызыл етті азайту, балық көп, жасыл көкөніс, лен дәні, авокадо, куркума. 6 айдан кейін аурулар азайды. 1 жылдан кейін жүкті болды, дені сау бала. Әпке, тамақтану менің өмірімді сақтады дейді. Үшінші мысал.
Әкке 56 жасында. Менопаузадан кейін 2 жыл. Жатыр сақталған, ыстық толқындар, көңіл-күй түсу, лен дәні, соя, фитоэстрогендері бар тағамдар, балық, жасыл көкөніс. 3 айдан кейін ыстық толқындар азайды, көңіл-күй жақсарды. Мен басқа адам сияқтымын дейді. Кейбір жиі қойылатын сұрақтарға жауап берейін. Менде миома бар, бұл тамақтану көмектесе ме? Иә, бірақ жалғыз тамақтану жеткіліксіз. Дәрігердің кеңесімен тамақтану қосымша көп жағдайда миоманың өсуін баяулатады. Менопаузадан кейін жатырды сау ұстаудың қажеті бар ма? Иә, сүйекке, көзге, миға, жалпы денсаулыққа пайдалы. Жатыр болмаса да басқа мүшелер бар. Жатыр кесілді, бұл тамақтану керек пе? Иә, аналық бездер бар, сүт бездер бар, гормондар бар, барлығына пайдалы. Дәрі-дәрмек ішемін, тамақтану әсер ете ме? Көп әсер. Кейбір тамақтар дәрімен араласуы мүмкін, дәрігермен кеңесіңіз. Қаншама уақытқа нәтиже көремін? 1 айдан кейін бастапқы өзгерістер, 3 айдан кейін анық, 6 айдан кейін толық. Қымбат па? Жоқ. Лен дәні, брокколи, орам жапырақ, балық, көп жасындар, арзан. Анар, авокадо, қымбатша, бірақ сирек ауыстыруға болады. Бұл видеоны қорытындылайын. Біз жатырды сау ұстайтын 8 тағамды талдадық. Біріншіден, крестгүлді көкөністер, брокколи, орам жапырақ, цветной. Екіншіден, лен дәні, күніне 1-2 ас қасық. Үшіншіден, балық, майлы, аптасына 2-3 рет. Төртіншіден, анар, күніне жарты стакан шырын. Бесіншіден, авокадо, аптасына бірнеше рет. Алтыншыдан, жасыл жайма, шпинат, көк жайма, петрушка, күн сайын. Жетіншіден, жидектер, қарақат, көк жидек, таңқурай. Сегізіншіден, жаңғақ пен тұқымдар, грек жаңғағы, бадам, түққабат тұқымы, лен. Күн сайын осы тағамдардан жейсіз. Жайлап-жайлап өмір салтыңыз өзгереді. Жатыр сау. Гормондар тепе-теңдікте, денсаулық жақсы. Маңыздысы бастау. Бүгін базарға барып, осы өнімдерді сатып алыңыз. Үйде болсын. Ертеңнен бастап жесеңіз, 1 айдан кейін өзіңізді сезесіз. 3 айда таңғаласыз. 6 айда басқа адам боласыз. Қыздарымызды үйретіңіздер, жасынан дұрыс тамаққа. Олардың денсаулығы сіздерден басталады. Жасы үлкен ата-аналарымыз туралы ойлаңыздар. Олар көбіне ескі әдеттерден ауысу қиын. Жайлап-жайлап жаңа тағамдарды қосу. Жұбайыңызбен бірге. 1 отбасы, 1 тамақ. 1 отбасы, 1 денсаулық. Видеоны соңына дейін қарағаныңыз үшін зор рахмет. Сіз бүгін көп білім алдыңыз. Жатырды сау ұстайтын 8 тағам туралы. Қалай жеу керектігі туралы. Қандай тамақтан бас тарту керектігі туралы. Бірақ ең маңыздысы әрекет ету. Білім жалғыз пайдасыз. Бұл видеоны көрген соң өзіңізге уәде беріңіз. Ертеңнен бастап тамақтануым өзгереді. Бұл видео сізге пайдалы болса, лайк басып қойыңыздар. Каналыма жазылыңыздар. Мен сіздерге арналған тағы көп пайдалы видеолар дайындап жатырмын. Пікір қалдырыңыздар, өз тәжірибелеріңізбен бөлісіңіздер. Сіздің сөзіңіз басқа әпке апаларға көмек болуы мүмкін. Әпке апаларымызға, аналарымызға, қыздарымызға осы видеоны жіберіңіздер. Бұл әр әйелге қажет ақпарат. Сіздің жіберген видеоңыз көп әйелдің денсаулығын сақтай алады. Аман болыңыздар, денсаулық толы болсын. Отбасыңыз тыныш болсын, жатырыңыз сау болсын. Алла тағала барлығымызға, әсіресе апа-әпкелерімізге жақсы денсаулық, ұзақ өмір, бақыт бере көрсін. Әр әйел сау болсын, әр отбасы сау болсын. Келесі кездескенше қош болыңыздар. Мен Гүлназ дәрігер. Қайта кездескенше.